Good evening, dear students. My name is Rustam Tleuzhanoğlu, and we are going to start our English lesson. So here we're starting new model. It's reading for pleasure. Біздер жаңа модульді бастап жатырмыз, сол reading for pleasure деп аталады. Енді біздер кинода және кітаптарды оқыған кезде неше түрлі жанрлар өтеміз, сол жанрлар жайлы білетін боламыз. And here is a task for singing. So start singing. We have 3 questions and we have to answer these 3 questions. First, what is the title of the last book you read? Сендер оқыған соңғы кітаптың атауы қалай аталады? Келесі. Who is the favorite book character? Ол жердегі басты сүйікті кейіпкеріңіз кім? Және үшінші, 3. Why is reading a book better than watching a movie? Неге кітап оқыған кино қарағанға қарағанда қызығырақ болады? During this model, we have the following aims. So first about communication. So you can talk about likes and dislikes. Осы мақсаты сендер коммуникация кезінде сендер ұнататын және ұнатпайтын заттар туралы сөйлеп үйренулерің керексіңдер. Understand the text about the history of cinema. Кинематографтың тарихы жайлы мәтінді түсіну. Talk about ability and possibility. Мүмкіндік және мүмкіндіктер туралы сөйлесу. Understand the program about books and films. Бағдарламаны, кітаптар және кинолар туралы бағдарламаны түсіну. Talk about imaginary situations. Ойдан шығарылған ситуациялар туралы сөйлесу. Talk about books and films that I prefer. Яғни сендер жақсы көретін кинолар туралы немесе кітаптар туралы сөйлеп білу. Write a review of a book. Және бір кітап жайлы өз ойларыңыз жазу. So let's do exercise 1, page 56. Match the words in the boxes with the books and films from 1 to 8 in the pictures. There are more words than you need. Бұл жерде балалар біздер суреттерді және мына жердегі берілген сөздерді сәйкестендіруіміз керек болады. Бұл жердегі сөздердің көлемі сендерге керек сөзден артық. Яғни артық сөздері бар, сендер тек осы сөздерді қолданасыңдар. Сонымен біздің жаңа сөздеріміз. Nouns. A comedy, a thriller, a drama, a fantasy, a mystery, a musical, a western, a romance, a cartoon. Және де бізде бұл жерде compound nouns'тар бар, күрделі зат есімдер. An adventure, a science fiction, a detective, a war, a horror, a spy. Және үшінші бізде story film. Балалар бұл сөздер біздер сөздік дәптерімізге көшіріп және де аудармасын жазуымыз керек болады. For the next exercise, you can send an audio message to the WhatsApp group. So, which book and film genre suit you best? Келесі тапсырманың жауаптарын сендер аудио сообщение арқылы жібере аласыңдар WhatsApp тобымызға. Қандай кітаптар мен қандай кинолар сендерге ең көп ұнайды, немесе көп ұнайды. And finally, written exercises as a homework, anyway you are home. Келесі бізде жазбаша тапсырмалар дәптерімізге орындайтын. Сонымен балалар бастайық. Exercise 1, page 40 from workbook. Here you have to look at the photos and complete the words. Суреттерге қарап, сөздерді аяқтауымыз керек болады. Біріншісі мысалы Spy фильмі, агент 007. Exercise 2. Complete the sentences with the words in the box. Екінші жаттығу. Бокста көрсетілген сөздермен сөйлемдерді аяқтау керек болады. Бұл жерде әртүрлі жанрдағы
кино атаулары. Үшінші жаттығу. Exercise 3, page 40. Match words from 1A to A and H. Бізде бұл жерде сөздер берілген, және оның сипаттамасы. Біздер сәйкестендіруіміз керек болады. Мысалда бізде бірінші жаттығу, бірінші сөйлем C сөйлемімен сәйкес келеді. Және төртінші жаттығу answer the questions, write and complete sentences. Сұрақтарға жауап береміз, жазбаша түрде өз дәптерімізге. Бұл сұрақтар нақты сіздерге берілген, сол сұрақтарға өздеріңіз өз атыңыздан жауап бересіздер. Назарларыңызға рахмет. WhatsApp тобымызға қайтып кіреміз.